Yeah, Қазақстанда мәселе жетет. Мен қазақ тілін сүйем, бірақ шайқайды шетел. Енді бұл шындықпен қалай не істесек? Интернетті өшіріп тастайық, сонда күштер теңесет. Бірақ Қазақстанда мәселе жетет. Кей қылады 91, Мефис кетеді шекер. Рэперлер боқтап үйретет және тығылмай шекет. Ал мен балама сенбейм, сол үшін қоямын шектеу. Бұны жоямыз ертең. Қойып өнерге цензор, бәрімен тең жүр. Кіріп кетпесін дәстүрден жын. Һәм мен кино қауіпті, бұл сюр дейм шын. Әлі күнге дейін бұны көбісі түсінбей жүр. Ең қауіпті адамдар костюм киіп жүр. Қайта ойнайды бітпейтін жыр. Сондықтан да Қазақстанда мәселе жетет. Жылда көктемді ескертпей аяқ астынан келет. Бәрі дүрбелеңде білмейді кімнен не сұрау керек. Халық астрологияға сенбейді, бірақ жұлдыздар не дейді деп күтеді. Блогерлер бізден көп біледі. Бәрі бірде Қазақстанда әлі мәселе жетет. Мамалары білмейді неге баласа сүт жидек. Ол шынымен денсаулық үшін қарбыз бүлдірген жидеп. Ойлайды екен сосын күнде 5000 теңгеден береді. Сондықтан да Қазақстанда әлі мәселе жетет. Ешкім білмейді, қызық емес қайда кетуде теңге. Бәрі өзін аяғанды жақсы көргендіктен бе? Көріп тұрса да шірікті, ешкім бармайды емге. Сосын қаншама қыз жібектей болып кетет төлегенге. Ешқайсы үлкен әріптен емес бұл сөйлемде. Үлкен ағалар жақсы көрет үлкен сандарды, кетіргенді кішкентай жылтыр сандарға. Сандырақ па? Окей, әзілдермен біттік. Кем дегенде бұл салада біраз жерден шықтық. Мен де тура сен секілді өзгерістер күттім. Айырмашылығымыз тек мен көтердім көтті. Істесең, қолдайм, жетсең, бағалайм. Сынау, тым оңай, оудан бір болайық. Сыйға сыйлайм, бол алам, қарапайым. Пайдал жағынан әңгіме қуалайық. Істесең, қолдайм, жетсең, бағалайм. Сынау, тым оңай, оудан бір болайық. Сыйға сыйлайм, бол алам, қарапайым. Пайдал жағынан әңгіме қуалайық. Қуалайық, қуалайық. Дұрыс жағынан әңгіме қуалайық. Қуалайық, қуалайық. Мен сені жақсы көрем, Қазақстан.